100 миллион сомға қай жерде дом көрдіңіз? Әзіз достар, 100 миллион сомға черновой варианттағы домымызды видео обзорын түсіреміз. Олай болса кеттік. Бұл тарafыneге көріп тұрғаныңыздай канализация, кран, су бәрі келіп тұрыпты. Туалет, душевой, ванна, туалет болады. Бұл тарafымыз болса кухня. Әзіз достар, Ушевскийге мұрат етеміз. Бұлымалық квадраты 70 квадрат делініп жатыр. Осындай неге кірген жері бар. Ондан соң бұл тарafыneге домғамасы өзінің залы. Бұлымалық 70 квадрат. 100 миллион айтамыз. Ізінде кредиті бар, әзіз достар. Айына 3,5 миллионнан 20 жылға алынған екен. Бастаңғыш төлем 50 миллиондай төлеген. Майдың 2024-тің майдың 27-ші майда алынған. Сондан бері 1,5 жылдай өзінің төлемі төленген. Бұл тарапыneге көріп тұрғаныңыздай Ушинский мектеп болады. Ушинский мектеп 3-ші этаждағы черновой варианттағы таза домымыз. Бұл тарапы детский, амаса спальный. Жаңағы үйінде онаны бір бөлме десек, бұл тарап екінші бөлме, үшінші бөлме болса, енді кірген жер туалет, ванна, кухня. Кірмейтін шығар, кухня менен мысалы 4 бөлме. Жас семьяға кредиттің ізін давам еттіріп кетемен дейтіндерге қолай бағадағы үйіміз, әзіз достар. Неге кірген жерін көрсететін болсақ, есесасы бәрі жақсы істенген. Олай болса, экранда номер қойып кетеме, әзіз достар. Экрандағы номерге шығамыз, саудаласамыз, ізін давам еттіріп кететін адам керек. Болмаса, сол айтылған суммаға сатып алсаңыз, енді ары қарай өзіңіз көресіз. Экрандағы номерлерге хабарласасыз, толық мағлұмат аласыз. Неге төлеген, общий баслағыш төлем 42 миллион төлеген. Майдан бері неге 1,5 жылдай төлеген. Олай болса, Ушинскийден дом керек. Жас семьяларға өзім қалеген ремонтта істеп аламан деген адамдар болатын болса, бұл сізге идеальный жақсы вариант деп айта аламын. Себебі бір адамның істегені бәлкім біреуге ұнамауы мүмкін. Егер сізге бұның ақшасы тура келсе, өзіңіздің дейдіңізбенен мощный қылып ремонт істеп аласыз. Ал арзан ба, қымбат па, комментарияға жазып кетің, неше миллионға сіз алған болар едіңіз, емесі неше миллионға бағалаған болар едіңіз.